Балалар, сабағымызды бастамас бұрын ойын ойнап алайық. Берілген сөздерге мұқият қараңдар. Қандай сөздер көріп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Сан араласқан сөздер. Қане сан араласқан сөздерді оқиық. 8 көз, бір қазан, желтоқсан, түбір, күшік, тоғызқұмалақ, көз, алтыбақан. Қалай ойлайсыңдар? Бұл ойыннан кейін біздің тақырыбымыз қандай болуы мүмкін? Ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз сан есім. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 кітап. Неше кітап? 5 кітап. Екінші үй. Нешінші үй? Екінші үй. Осы ережені ереже дәптерлеріңе жазып алсаңыздар болады. Ендеше сан есімге берілген жаттығуларды орындауға кірісейік. 21-ші жаттығу. Су. Күн төбеңді тесердей шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасыныкіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда ерні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рахат. Сұрақтарға жауап беріп көр. Асан қайда бармақшы болды? Дұрыс айтасыңдар. Атасына. Ол неліктен шөлдеді? Жолда не кездесті? Бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы неліктен ерекше болып көрінді? Осы сұрақтарға өз бетіңмен жауап беріп көр. 22-ші жаттығу. Орнына ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп жаз. Теңіз одан әлде қайда көп. Жер бетінде 4 мұхит бар. Олардың саны 30-ға жетеді. Балалар, орнына ауысқан сөйлемдерді ретке келтіріп көшіріп жазамыз. Және де сан есімдерді тауып, оларға сұрақ қойып көріңдер. Өз нұсқаңды жазып болсаң, 23-ші жаттығуды орындайық. Оңынан оқысаң, ол сан. Терісінен оқысаң, ол сан. Ол қандай сан? Өз нұсқаңды дәптеріңе жазып ал. 25-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз. Бір кісі қазған құдықтан 1000 кісі су ішеді. Мақалды жазып болсаң, үй тапсырмасына көшейік. 79-ші бет, 24-ші жаттығу үй тапсырмасы. Онда сендер құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жазасыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.